су, табиғат құбылысы. Сабақ мақсаттары. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру. Ең бірінші, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ жасыратын болсақ, дәмі де жоқ, түсі жоқ, қайталанбас ісі жоқ. Суретке қарап, осы жұмбақтың жауабын шешеміз. Келесі бізде тыңдалым тапсырмасы. Тыңдалған мәтіннен жалпы және нақты сұрақтарға жауап беріңіз. Мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырыңыз. Дескриптор. Мәтінді мұқият тыңдап, сұрақтарға жауап беру. Судың сырын білеміз бе? Су тіршілік көзі. Адамның шөлін қандыратын түрлі тұрмыстық қажеттіліктерді өтейтін судың басқа да бірнеше қасиеті бар. Біраз уақыт бұрын Ресейде судың ғажайып құпиясы деген деректі фильм түсірілді. Фильм судың ақпаратты сақтау қасиетін зерттеу және оның нәтижелері туралы болатын. Былайша айтқанда, су магнитофон лентасы секілді естіген, көрген ақпаратын жазып отырады. Судың бұл қасиетін жапон ғалымы Эмото Масару да дәлелдеген. Оның жасаған тәжірибесі мынадай. Эмото Масару 3 ыдысқа бірдей су құйып, түбіне бірдей күріш салады. Сосын 3 ыдысқа бір ай бойы 3 түрлі сөз айтады. Біріне рахмет, екіншісіне мен сені жек көремін дейді, ал үшіншісіне мүлдем көңіл бөлмейді. Бір ай өткен соң әлгі ыдыстардан мынандай өзгерістер байқалған. Рахмет деген ыдыстың күріші көктеп, өскін шыға бастаған. Мен сені жек көремін деген ыдыстың күріші көгере бастаса, мүлдем көңіл бөлмей қараусыз қалған ыдыстың күріші қарайып шіруге айналған, ал су саси бастаған. Бұл тәжірибеден байқайтынымыз, ыдыс бір, су бір, күріш бір, тек оларға айтылған сөз әртүрлі. Демек, сөздің суға қандай да бір әсері болады деген ой туады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2004 жылғы мәлімет бойынша әлемдегі ең таза су ретінде Зәмзәм суын көрсетеді. ақш-та жасалған тест нәтижесінде бұл су құрамында микроорганизмдер мен бактериялар кездеспейтін жер бетіндегі бірден-бір таза су болып шыққан. Зәмзәм суының басқа суларға қарағанда құрамында күкірті аз, құнарлы, минералы көп. Тойыну үшін ішкен адамның қарны тояды, шөлдеген адам ішсе шөлі қанады. Қала суынан айырмашылығы құрамында кальций мен магний тұзының мөлшерінің көптігінде. Ал келесі сұрақтарға мән беріп қарайтын болсақ, бірінші сұрақ. Судың қандай сырлары бар? Судың да сұрау бар деген мәтелді қалай түсінеміз? Ресейде қандай деректі фильм түсірілді? Эмото Масару қандай тәжірибе жасады? Әлемдегі ең таза су қандай су? Зәмзәм суының қала суынан қандай айырмашылығы бар? Тыңдалымнан кейінгі тапсырма. Мәтелдердің жалғасын табыңыз. Нақты ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырыңыз. Судың кепкені, сулы жер, суды лайлама, бұлақ көрсем, сусыз өмір тең. Дескриптор. Мақал мәтелдердің жалғасын табады, нақты ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру. Яғни, судың кепкені, тіршіліктің кеткені, сулы жер, нұрлы жер, суды лайлама, балығың шоштасын, суды көрсен, көзін аш, бұлақ көрсен, көзін аш, сусыз өмір тұзсыз аспанмен тең. Суретке назар аударсақ, суретте жалпы біз судың адам өміріндегі және де табиғат үшін қаншалықты маңызды екенін байқаймыз. Келесі тың деректерге назар аударсақ, атам қазақ, судың да сұрауы бар деген көптеген ғалымдар суды зерттей келе, ол тек тіршілік көзі ғана емес, сондай-ақ оның өзіндік құпия сырлары бар екенін айтуда. Әлемдегі ең таза су Финляндияда екен. Адам 6 аптаға жуық тамақсыз, сусыз 5-7 тәулікте өмір сүре алады. Адам бүкіл өмірінде 35 тонна су тұтынады екен. Әлемде 2 миллиардтан астам адам ауыз су тапшылығын көріп отыр. Судың есте сақтау қабілеті бар екенін біз түсіндік. Рефлексия бүгінгі сабаққа